Нан арзан, оқу тегін, жұмыс істеген адам әйтеуір баспанамен қамтамасыз етілген. Бір сөзбен айтқанда, әлеуметтік мәселесі шешілген. Атам әлі күнге армандайтын кеңестік кезеңдегідей арқасын кеңге салған адамды кездестірмейсіз бүгін. Ол кез келмеске кетіп, барлығымыз бүгін Абай айтқан есектің артын жусаңда мал тап дейтін нарықтық қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Әйтеуір тәубамыз бар, тәуелсіздігімізді тәу етеміз. Келмеске кеткен күнді көксеп немесе аңсап жатқанда жайымыз жоқ әрине. Тек көшеге шыққанда күлген адамды аз көретін болдық. Халықтың езуінен күлкі кеткен, қарапайым ел жанталас тұрмыстың қамымен ғана жүргендей, адамдардың қабағы қатулы, қит етсең өзіңді ұрса жөнеледі. Базарға енді күніміз көру үшін жүрміз ғой, бала шағаны бағу керек. Үйде жазса кім деген аң береді. Дұрыс па? Болды, наркотик сатып жатқан жоқпыз, тамақ. Күйбең тірлікті күйттеу, білім алу, тұрақты жұмыс табу, тамыр таныссыз тіршілік етудің қиындығы, баспанаға қол жеткізу, үйлену, үйлі болу. Санамалай берсек, халықтың бүгінде жамалмаған жыртығы көп. Осы күні жүйкесі жұқарған адамды күлдіруге қаптап кеткен әзіл-сықақ театрларының да шамасы жетпеуде. Күлдіру, жылату оңай, күлдіру өте қиын. Сөзін ашы керек. Біреуді боқтап қатты сөйлей жіберді, жылай жібереді. Күнде қанша рет күлесіз? А? Күнде қанша рет күлесіз? Проблема у всех. Ой, конечно, проблема просто күлген, как говорится, не место для смеха. Күнде қанша рет күлесіз? Кешіріңіз, автобусы келді. Надежда Семеновна зейнет жастан асса да, күйбең тірліктен құтыла алмапты. Бейнетің болмаса, зейнеті жоқ мына заманда бау бақшасында өскен бүлдіргенін сатып, ақша табу үшін базар маңына келіпті. Сондағысы бір жыл бойы күтім жасаған жеміс үшін тапқан пайдасы 3000 теңге. Сколько заработаете, если все вот это продаете? Таңның атысы, күннің батысы, жұмыс, үй, оқу, шаруа деп жүргенде, денсаулығымыздың қалай сыр бергенін де байқамай жүргеніміз. Бала тәрбиесі де жайымен қалды. Егерде кішкентай оқушы баласы мектептен келгенде қуанышпен мен бүгін 5 алдым деп сондай салтанатпен кіріп келген кезде кейбір әке-шешелер өздерімен өздері болып оған мән бермесе, екінші ретте ол қуанышымен бөліспейді. Өзімізге таныс мақалдың да өңі өзгеріп кетті. Ананың көңілі далада, баланың көңілі көк жәшікте. Сөздің шыны керек, бүгінде бала тәрбиесімен экраннан көрсетіліп жүрген шетелдің түрлі сериалдары мен мультсериалдары айналысып жүр. Біз ауылдарға барған кезде, бәріміз ауылдан шықтық қой, қазақ балалары жұмонықпын деп мысалы, кәрістің батырмын деп қолына ағаш қылыш табап жүгіріп жүр. Қандай мультфильм көресің, Асана? Бен 10 мне нравится. Спанч Боб. Рапунцельға қатты құсағым келеді. Ол аздай жұмыстан соң ғаламтордағы әлеуметтік желіге үңіліп отыратынымыз тағы бар. Сондағысы күнделікті күйбең тіршіліктен бір сәтке демалайық деп өз-өзімізді алдау. Бірақ мұның соңы тәуелділікке апаруда. Өскелең ұрпақтың да көп уақыты компьютер алдында өтіп жатыр. Компьютердің зияны өте көп. Біріншіден ол компьютерге тәуелділік жасайды. Екіншіден оның бүкіл ағзасына әсер етеді. Әртүрлі жаман аурулардың бәрі осыдан пайда болып жатыр. Үшіншіден сонымен қатар қараусыз кетеді. Асығыс уақыттан, қарбалас тіршіліктен, беймаза кезеңдердің кесірінен халық өнер ордаларына бас сұғуды да ұмытты. Әсіресе қазір театрға баратын адам азайып кеткен.
Барып па еді театрға? Барған емеспін. Телевизордан көрсем көретін жарма, бұлай барған емеспін. Ұнамайды просто. Барып па еді? Бармаған başı. Ол жақта опера немеді, ондай спектакль болады ғой, қызық емес маған. Күйбең тіршілігі. Басқа не істейсің? Барғыңа келеді. Барғыңа келеді? Иә. Тәуелсіз журналист Қанат Тілеухан бұған театрлардың өзін кінәлайды. Оның ойынша, халықтың театрдан алшақ кетуі аншлаг жасайтын репертуардың жоқтығынан. Ал әртістер тым ұсақталып кетті дейді ол. Абайды ойнайтын, жаңағы тойда да жүретін, әнде де жүретін, биде де жүретін, кез келген жерде жүретін адам ойнайтын мысалы. Өте талғамсыздық. Осының өзі қазіргі театрға адамның жалпы баруына, ол жерде бір мәдениет ортасы деп санауға мүмкін емес қылды. Талғам, сапа осы тұрға түсіп кеткен мысалы. Әртіс Мәлік Абдыраман да бұл сауалға қатысты әзілдеп болса да әділін айтқан пікірін білдірді. Потому что бәріміз тойда жүрміз ғой. Бәріміз уже тойда жүріп халықтың не қылып жібергенбіз ғой, көзіне масыл болғанбыз ғой. Масыл болғанбыз. Сол үшін бармайды. А егерде біз тойға бармай қоятын болсақ бар ғой, халық сағынып театрға, неге концертке жүгіріп келер еді. Күніге аптасына 3 рет халықтың алдында жүрміз. Көріп қалғам, ана тойда көрген болды, ана тойда. Содан бармайды. Күнделікті күйбең тірлік күйдіріп, қиындыққа төтеп бере алмайтын әлсіз адамдар да көбейді. Қорқыныштысы, ақыры адамның өз-өзіне қол жұмсауымен жалғасатыны жаман. Бұны психология тілінде меланхоликтер деп атайды. Мамандар дәл бүгінгідей заманда бәріне шыдас беретін сангвиник болу керектігін айтады. Мұңаймауға тырысады, әсіресе сангвиник типіндегілер. Себебі олар өте көңілді жандар. Күледі, әбден күледі. Ол күліп жатса өзінің проблемасына күліп жатыр. Өзінің жан-жағындағы нәрселесіне күліп жатыр. Соңын барып, осындай да болады өмірде деп, бір рухани демалып, бір сондай күлкі болу керек та. Аны жеңілдікпіз. Хап деп, деп, үмітті. Соңын барып, шыққаннан кейін неге күлдік деп бір-бірінен сұрап жүреді ғой. Психологтар тірліктен бас ала алмайтындарға одан шығудың жолын айтады. Сондай ортасы кең болса, әртүрлі ортада қарым-қатынаста жүргендер, меніңше ойлаймын, бірде біреуінің қабағы түспейтін шығар. Бұның бәрін біздер әлгі материалдық жағдайына, әлеуметтік жағдайдың бәріне келіп сырып қоямыз ғой. Әркімнің өз қолында.